Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 687-ші есепті шығаратын боламыз. Нұрлан саяжайдан стансаға дейінгі қашықтықтың 5-тен 2-сін жүріп өткенде саяжай мен стансаның ортасына дейін жетуі үшін тағы да 4,3 км жүруі керек еді дейді. Саяжай мен стансаның арасы неше километр? Бізге бұл есепті шығару үшін біз осындай сызық сызамыз. 10-ға бөлеміз. Сосын 5-тен 2-ні біз 2-ге көбейтеміз. Өзімізге оңай болу үшін, сонда 10-нан 4 шығады. Енді мына 4-ші сызыққа 10-нан 4 деп жазамыз. Яғни бұл 5-тен 2 саны. Ал мына жері бұл бізде ортасы болады, жартысы болады 10-нан 5. Ал мына екеуінің ортасы бұл бізде 4,3 километр. Біз бөлігі бойынша санды табу үшін 4,3-ті 10-нан 1-ге бөлсек, станция мен саяжайдың арақашықтығын табамыз. Онда бөлейік. 4,3-ті бөлеміз 10-нан 1-ге. Бізде мына санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Сонда 10-нан 43 шығады. Енді 10-да көбейтеміз 1-ден 10-ға. Мына 2-ні қысқартып тастаймыз 10-ға. Сонда бізде 43 шығады. Бізде жауабы сонда 43.